Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода жұмсақ жиһазды жасағаннан қалған осындай қалдық маталардан әдемі бір дүние шығаратын боламыз. Ол үшін бізге мынандай деталь сызып алсаңыздар болады. Қатты қағазға 25-те 25 төрт бұрышын сызып алып, осы жердегі қалдық маталардың ең көлемділеріне сызып қиып дайындап аламыз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жаңа видеоларын жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Дәл осы детальден бізге 15 дана керек болады. Оларды түс үйлесімділігіне қарай осы ретте қойып шықсаңыздар болады. Дәл осындай бағытта өз қалауларыңызбен қойып алсаңыздар, 3-3-тен қосып шығайық енді. Достар, 14 минут алтын уақыттарыңызды бөліп, осы видеоны соңына дейін үзбей қарап шықсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Өйткені бастапқыда асықпай көрсетемін, қайталанатын жерлерін тездетіп көрсетемін. Тік төртбұрыштарымызды 3-3-тен өзара қосып алған болсақ, енді осыны өзара қосып шығатын боламыз. Міне видеоға мұқият болыңыздар. Дәл осы бағытта қосып шығамыз қазір араларын. Мінекей. Ортасындағы тігістері біркелкі түсу үшін екі детальді, қосылған детальді бір-біріне бетпе-бет қойып, мінекей, осы тігістерді бірін үстіне бірін дәл қалдырып келтіріп, инемен түйреп алсаңыздар да болады. Жаңа міне мына жерде аржақ тігістің басталатын жерінен бастап тігеміз. Және әр детальді қосқан кезде жоғарыдан 5 мм қалдырып тігіп отырасыздар, мінекей. Және бас аяғын бекітіп тігуді ұмытпаңыздар, мінекей. Мінекей детальдерімізді өзара қосып алдық. Бетпе-бет қойып тіксеңіздер, мұна сызық тұп-тура келе қалады. Мінекей дәл осылай барлығын 5 детальді да осылай қосып алдық. Енді қараңыздар, видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей бұлайнан қоямыз, астындағысымен түзулестіріп, және екінші басын әкеліп осыған қосамыз. Мінекей. Міне дәл осылай қосып аламыз қазір. Сосын ары қарай тігетін боламыз. Машинаға салып тігіп бастаған кезде осы тігістер өз алдына жылжып кетпеу үшін инемен түйреп аламыз. Мінекей. Кейін дәл осы тұста тігіп өткен кезде қайтарып, екі қайтара тіккендеріңіз абзал. Және әр детальді қосқан кезде бас аяғын бекітіп тігуді ұмытпаңыздар.
Мінекей сонымен қосып алдық. Енді қараңыздар, міне видеоға мұқият болыңыздаршы. Енді осы шығып тұрған үш бұрышты болып шығып тұрған бұрыштарын өзара қосып шығатын боламыз. Мінекей. Міне мынаны және мыналардың барлығын осы 5 үш бұрышты бірін-біріне былайынан гүл құсатып қосып шығамыз. Мінекей бұрыштарын өзара қосып алсақ, аяқ жағын екі қайтара тігіп жібереміз. Мықтырақ болу үшін, мінекей. Қазір оң жағына қарай айналдырамыз, міне. Жаңағы біздің шығу керек 5 жұлдызымыз осы жерде шығады, мінекей. Және екінші басында дәл осылай қосып аламыз қазір. Міне. Осы өзі дөңгелек болып шығады. Кеттік, екінші жағын толығымен қосып алайық. Сонымен, мінекей, екінші басында толығымен тігіп алдық. Бір кішкене ғана бұрышын қалдырдық. Ішін сыртына айландырамыз, мінекей. Осындай домалақ көшік болады. Қазір ішіне әдемілеп мақтамызды орналастырамыз. Мен ішіне өзімнің бұрынғы ескі қолданып жүрген көрпешемнің мақтасын салатын боламын. Сізде мақта немесе паралонды туралап салсаңыз болады. Мен бұл жерде бұрынғы таптатылып әдемі болып тұрған мақталарды түтпей дәл осылай саламын. Өйткені маған солай ұнайды. Қалыңырақ болған. Мұны 4 бұрыштап салып алдым, ыңғайлап. Және мына жердегі қалғандарын домалақтап пішініне келтіріп, қазір қойып шығамын да. Дәл осы мақталар жылжып кетпейтіндей түйіп, тігіп қоятын боламын. Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар.
Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісе отыруға ұмытпаңыздар. Мінекей жаңағы жерін қолмен әдемілеп тігіп алып, ортасын міндетті түрде ортасындағы шетіндегі мақталар жылжып кетпейтіндей инені ар жақ бер жақ бетіне өткізіп, осылай тігіп қойғандарыңыз дұрыс болады. Мінекей ортасын, тең ортасын бірінші бастырып тігіп алдым. Қазір мына 5 бұрышын екінші ар жақ бетімен бірдей етіп, мақталар жылжымайтындай түйреп қоятын боламын. Мінекей сонымен міне 5 бұрышын, мына төртбұрыштардың бұрыштарын дәл осылай қалың жіппен ар жақ бер жағынан бірдей бұрышынан өтетіндей етіп, мінекей қазір ар жаққа инені өткізіп, сол жерден түйіндеп әдемілеп бастырып тігіп тастайтын боламын. Дәл солай барлық 5 бұрышында бастырып тігемін. Достар, менің жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, жаңа видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Сонымен менің көпшігім дайын болды, достар. Дәл осындай көпшікті жер үстелді айландыра жасап қойсаңыздар, өте әдемі кетеді. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі менің видеоларымда кездескенше.